Жаңбыр тамшылар аялдаманың темір шатырына тырс-тырс тиіп жатты. Қара суық жел 70 жастағы Нұргүл әженің жұқа пальтосын желбіретіп тоңдыра түсті. Ол дірілдеген қолмен телефонын тағы бір рет алып, үлкен ұлы Қуаныштың нөмірін терді. Сіз қоңырау шалған абонент жауап бермейді. Ол үнсіз ғана телефонды сөмкесіне салды. Сәлден соң қызы Камшатқа хабарласты. Бұл нөмір уақытша қолжетімсіз. Немересі Эльмираға да қайта-қайта қоңырау шалды, бірақ ешкім жауап бермеді. Нұргүл әже ауыр күрсініп ескі әмиянын ашты. Ішінде небәрі 500 теңге ғана жатыр екен. Ол ақшаны алақанына салып ұзақ қарап отырды. Осы 500 теңгеге бүгін не аламын? Тамақ па, әлде автобусқа билет пе? Деп күбірледі. Көзінен аққан жасты жеңімен сүртіп үлгерді. Себебі жанынан адамдар өтіп бара жатты. Ешкім оның жылағанын көрмесін деді. 4 сағат бұрын Қуаныш көлігімен осында келген. Апа, 5-10 минут күте тұрмыз, бір құжатқа кіріп шығамын, сосын үйге бірге қайтамыз, деген. Нұргүл сеніп қалған. Содан бері 4 сағат өтті. Бірде-бір хабар жоқ, бірде-бір қоңырау жоқ. Жанынан өткен жас әйел тоқтап қалды. Әже, өзің жақсысыз ба? Жақсымын қызым. Біреуді күтіп отырсыз ба? Нұргүл жүзінде үміт пайда болғандай болды. Балам, келем деген. Қай уақыттан бері? Таңертеңнен. Жас әйел үнсіз қалды. Не айтарын білмеді. Сәлден кейін ғана жайлап. Әже, мүмкін сізді... Ол сөзін аяқтай алмады. Нұргүл әже бірден түсінді. Бірақ басын шайқап. Жоқ, Қуаныш ондай бала емес. Бір шаруасы шықпаған шығар, деді. Дәл сол кезде аялдаманың жанында такси күтіп тұрған егде жүргізуші жақындап келді. Апа, кешіріңіз, мен сізді таңертеңнен бері көріп тұрмын. Балаңыз қайта келмейтін сияқты. Нұргүлдің жүрегі шым ете қалды. Келеді. Апа, келеді дедім. Ол көз жасын әрең тоқтатты. Өйткені ана жүрегі соңғы сәтке дейін баласына сенгісі келетін. Күн батуға жақындады. Жаңбыр күшейе түсті. Нұргүл әже тоға бастады. Қалтасындағы 500 теңгені қысып ұстап, дүкенде кірмек болды. Бірақ ойланып қалды. Егер Қуаныш келіп қалса ше? Ол қайтадан аялдамаға келіп отырды. Сол жерде күте берді. Осы сәтте оның есіне өмір бойы өткен қиын күндер түсе бастады. Жолдасы Қайсар екеуі бір кездері жоқшылықпен күресіп 3 баласын жеткізген еді. Қуаныш дүниеге келгенде Нұргүл 3 ай бойы дұрыс ұйықтамаған. Камшат ауырғанда 3 түн бойы көз ілмеген. Кішісі аман мектепке барсын деп өзінің алтын сырғасын сатып жіберген. Қайсар екеуі, балаларымыз біз көрген қиындықты көрмесін деп өмір сүрді. Өздеріне жаңа киім алмайтын, балаларын алатын. Өздері ет жемесе де балалары тоқ жүрсін дейтін. Жоғары оқу орындарына түсірді, тойларын жасап берді. Пәтер алуға көмектесті. Өздері болса ауылдағы ескі үйде қала берді. Бір күні Қайсар қатты сырқаттанып қалды. Дәрігерлер қымбат ем керек екенін айтты. Нұргүл 3 баласына да хабарласты. Балаларым, әкелерінің жағдайы ауыр. Қуаныш, жұмыстамын апа. Камшат, балаларды мектептен алуым керек. Аман, кейін сөйлесейік. Сол күні еш қайсысы келмеді. Қайсар ауруханада Нұргүлдің қолынан ұстап. Нұргүл, біз балаларды тым екелетіп жібердік пе деп сұрады. Нұргүл көз жасын жұтып, олар жаман емес, кек өмірдің қамымен жүр, деді. Қайсар әлсіз күлімсіреп, сен бәрібір оларды ақтайсың деп көзін мәңгілікке жұмды. Күйеуі қайтыс болған соң Нұргүл әже мүлде жалғыз қалды. Балалары сирек келетін болды, бірақ ол ешқашан ренжіген емес. Әр келген сайын бауырсақ пісіріп, немерелері жақсы көретін тәттілерді дайындап қоятын. Әсіресе Эльмира келеді деп жаңа жемпір тоқып қойған еді. Бірақ Эльмира 2 жылдан бері әжесінің үйіне аттап баспады. 1 ай бұрын Қуаныш кенеттен келді. Апа, сізді жалғыз қалдыруға болмайды. Үйді сатайық, бізбен бірге тұрасыз. Нұргүлдің жүзі бал-бұл жанды. Шынымен бе балам? Әмірине, енді сізді ешқашан жалғыз қалдырмаймыз. Нұргүл көзіне жас алып, үйін сатуға келісті. Үйден Ексашаның бәрін Қуаныштың қолына ұстатты. Балам, өзгеге сенемін. Сол кезде ол бұл шешімі өміріндегі ең ауыр қателікке айналатын білмеген еді. Ал дәл қазір оның бар без байлығы ескісі сөмкесі мен қалтасындағы 500 теңге ғана еді. Кеш толық батты. Аялдамадағы шам әлсіз ғана жанып тұрды. Жаңбыр басылғанымен
Күздің ызғары сүйектен өтіп бара жатты. Нұргүл әже екі қолын кеудесіне айқастырып дірілдей бастады. Көзін жолдан алмайды. Әр тоқтаған көлікке үмітпен қарайды. Қуаныш келді ме екен? Бірақ әр көлік басқа жаққа бұрылып кетеді. Оның үміті де сол көліктермен бірге алыстай берді. Сол кезде қалтасындағы телефон дір етті. Нұргүлдің жүрегі атқақтап кетті. Қуаныш шығар. Телефонды асығыс көтерді. Бірақ белгісі жарнама екен. Қарт ананың жүзі сол сәтте қайтадан мұңға батты. Аялдамада отырғандардың бәрі тарап кеткен. Жанында тек такси жүргізушісі ғана қалған. Ол Нұргүл әжеге жақындап келді. Апа, үйіңіз қайда? Мен тегін апарып тастайын. Нұргүл төмен қарады. Үйім жоқ. Жүргізуші таңырқап қалды. Қалай жоқ? Нұргүл ауыр күрсінді. Үйімді сатыр жібердім. Онда балаларыңыздың үйіне барайық. Нұргүл үнсіз қалды. Бірнеше секундтан кейін ғана жай сөйледі. Қай үйіне барамын? Бірі үй тар дейді, бірі балалар мазасызданады дейді, бірі кейін алып кетеміз дейді. Жүргізушінің жүрегі шымырлап кетті. Сонда сізді осында қалдырғаны рас болғаны ма? Нұргүл жауап бере алмады. Көзінен аққан жас бәрін айтып береді. Сол сәтте оның есіне осыдан бір ай бұрынғы күн түсті. Қуаныш, Қамшат және Аман үшеуі бір дастархан басына жиналған. Қуаныш әңгімені өзі бастаған. Апа, сіз ауылда жалғыз тұра алмайсыз, Қамшат та басын изеді. Иә, денсаулығыңыз да бұрынғыдай емес. Аман да, үйімізді сатсақ дұрыс болады деді. Нұргүл балаларының қамқорлығына қуанып қалған. Мен сендерге салмақ болмаймын ба? Қуаныш анасының қолынан ұстап. Апа, сіз бізді өсірдіңіз, енді біз сізді бағамыз. Осы сөзді естігенде Нұргүлдің көзіне жас келген. Әкелерің тірі болса, қатты қуанар еді. Үй сатылды. Көршілерімен қоштасу ең ауыр сәт болды. Көрші Айгүл жылап тұрып. Апай, осы үйден кетпеңізші, балаларыңыздың сөзіне ермеңіз, көңілім бір нәрсені сезеді. Нұргүл күліп. Өз балаларым ғой, жамандық жасамайды. Айгүл тағы да тоқтатпақ болды. Ақшаны өз атыңызда қалдырыңыз. Жоқ қызым, балаларыма сенемін. Айгүл үнсіз қалды. Үйдің ақшасы банкке түскен күні. Қуаныш. Апа, ақшаны менің есеп шотыма аудара тұрайық, кейін бәрін бірге шешеміз. Нұргүл еш ойланбастан келісті. Бар ақшасын ұлының есеп шотына аударып берді. Сол күні Қуаныш анасын құшақтап. Уайымдамаңыз, енді сіз ештеңе ойламайсыз. Нұргүл өзін ең бақытты ана селенгіреністі. Ал бүгін оның қалтасында ваз болғаны бөз теңге ғана. Такси жүргізушісі тағы да сөз бастады. Апа, қайда барасыз енді? Нұргүл көкжиекке қарап отырды. Білмеймін, достарыңыз бар ма? Жоқ. Достарыңыз ше? Көбі өмірден өтті. Ол тағы үнсіз қалды. Сәлден кейін ғана. Бір ғана адам есіме түсіп бір. Кім? Айгүл, көршім. Бірақ оған баруға ұялам. Жүргізуші бірден. Ұялмаңыз. Қиналғанда адам адамға сүйенеді. Нұргүл басын шайқады. Мен ешкімге масыл болғым келмейді. Дәл сол сәтте бірнеше метр жерде тұрған қара көліктің ішінде Қуаныш әйелімен телефон арқылы сөйлесіп отыр еді. Бітті, түсіріп кеттім. Қайтып келмедің бе? Жоқ. Анаң не істейді енді? Қуаныш біраз үнсіз қалды. Бір амалын табар. Артынан іздеп жүрмей ме? Ақшаның бәрі бізде, енді қайда барады? Осы сөздерді айтып болған соң, ол газды басып, қараңғы көшеге қарай зулап кетті. Ал Нұргүл әже болса, әлі де ұлының қайта келетінен үмітін үзбеген, күйеу аялдамадағы орындықта отыр еді. Дәл сол сәтте, оның өмірін түбегейлі өзгертетін бір адам өзіне қарай жағындап келе жатқанын ол әлі білмейтін. Нұргүл апай, сіз бе? Таныс дауыс естілгенде, Нұргүл әже басын көтерді. Алдында 40-тар шамасындағы әйелдер екен. Бірнеше секунд бір-біріне үнсіз қарады. Кенет әйелдің көзі жасаурап кетті. Апай, мен Айгүлмін ғой. Нұргүл орнынан асығыс тұрмақ болып еді. Аяғы қалтырап, тайта отырды. Айгүл, қызым. Айгүл жүгіріп келіп, оны құшақтап алды. Апай, мына жерде не істеп отырсыз? Сізді күні бойы іздеп жүрмін. Нұргүл үнсіз қалды. Айтатын сөз таба алмады. Қуаныш қайда? Нұргүлдің ерні дірілдеп кетті. Келем деген. Айгүл бәрін бірден түсінді. Оның жүрегі шым ете қалды. Апай, жүрміз, менің үйіме барамыз. Жоқ, қызым. Неге жоқ? Сенің де отбасың бар. Мен артық адам боламын. Айгүл көздер жасын сүртіп жіберді. Сіз маған ешқашан артық болған емессіз. Айгүлдің есіне 20 жыл бұрынғы күн түсті. Күйеуі жол апатынан қайтыс болғанда, ол 2 кішкентай қызымен жалғыз қалған. Жұмысы жоқ, ақшасы жоқ,
Тіпті балаларына сүт алуға да шамасы келмеген. Сол кезде көршісі Нұргүл есігін қағып келген. Айгүл, мына тамақты алып қой. Жоқ апай, алмаймын. Балаларың аш отырғанда намыстанып тұрсың ба? Нұргүл күнде бірде нан, бірде сүт, бірде тамақ әкеліп тұратын. Айгүл жұмыс тапқанша екі қызын өз үйінде қарап берген. Тіпті мектепте қажетті киімдерін де алып берген. Сол жақсылықты Айгүл ешқашан ұмытқан емес. Апай, сол кезде сіз маған бүгін мен көмектесем, ертең сен біреуге көмектесерсің деген едіңіз. Нұргүл әлсіз жымиып қойды. Айтып па едің? Иә, сол сөзіңіз әлі күнге дейін есімде. Айгүл Нұргүлдің сөмкесін көтеріп алды. Жүрміз. Бірақ, ешқандай бірақ жоқ. Нұргүл амалсыз соңынан ерді. Айгүлдің үйі алыс емес екен. Есікті ашқанда екі баласы қарсы жүгіріп шықты. Анашым келді. Кішкентай қыз Нұргүлге қарап, әже келді ме? Айгүл күлімсіреп, иә қызым, бұл Нұргүл әже. Балалар бірден, сәлеметсіз бе әже? Деп амандасты. Нұргүлдің жүрегі елжіреп кетті. Өз немерелерінен мұндай жылы сөзді көптен бері естімеген еді. Айгүл дастархан жайып ыстық шай құйды. Апай, тамақ ішіңіз. Нұргүл басын шайқады. Тәбетім жоқ. Таңертеңнен бері ештеңе жемегеніңізді білемін. Нұргүл үндемеді. Айгүл табаққа ыстық сорпа құйып алдына қойды. Мынадан бір-екі қасық болса да ішіңіз. Нұргүл бірінші қасықты аузына салғанда көзінен жас парлап кетті. Не болды апай? Қайсар екеуміз де осындай сорпаны жақсы көретін едік. Түн ортасына дейін Айгүл ештеңе сұрамады. Тек Нұргүл тынышталып алған соң ғана жайлап. Апай, не болды? Бәрін басынан айтып бермеші. Нұргүл бәрін айтып шықты. Үйдің сатылғанын, ақшаның Қуанышқа берілгенін, аялдамада жалғыз қалғанын, палтасында 500 теңге ғана қалғанын. Айгүлдің көзіне жас толды. Бұлай жасауға қалай жүректері барды? Нұргүл бірден баласын ақтағысы келді. Мүмкін амалсыз қалған шығар. Айгүл алғаш рет қатқыл сөйледі. Жоқ апай, бұл амалсыздық емес, бұл сатқындық. Нұргүл үнсіз қалды. Өйткені оның өзі де алғаш рет осы сөздің шындық екенін сезіне бастаған еді. Дәл сол түні Қуаныштың үйінде басқа әңгіме болып жатты. Қамшат, Аман және Қуаныш дастархан басында отырған. Қамшат алаңдап, анамыз қайда қонды екен? Қуаныш иығын қиқаң еткізді. Білмеймін. Іздеп жүрсе? Іздесін. Аман үндемей отырды. Кенет ол, біз дұрыс істедік пе? Деді. Қуаныш ашуланып, енді кері қайтар жол жоқ, ақша жұмсалып кетті. Қамшат шошып кетті. Не дейсің? Пәтердің алғашқы жарнасын төлеп қойдым. Үнсіздік орнады. Аманның өңі бозарып кетті. Сонда анамыздың барлық ақшасын? Иә. Ал енді анамыз не істейді? Қуаныш салқын үнмен. Әйтеуір біреудің үйінен орын табар. Сол сәтте есіктің қоңырауы қатты шылдыр етті. Шеуі бір-біріне жалт қарады. Қуаныш орнынан баяу тұрып есікке қарай беттеді. Есіктің ар жағында кім тұрғанын ол әлі білмейтін еді. Есіктің қоңырауы тағы да ұзақ басылды. Қуаныш асықпай барып есікті ашты. Есіктің алдында кішкентай чемодан ұстаған қызы Эльмира тұр екен. Әке, сәлем. Эльмира, сен қайдан келдің? Эльмира үйге кіріп аяқ киімін шешті. Университеттің жатақханасынан келдім. Әжемнің телефоны бірнеше күннен бері көтерілмейді. Үйіне барсам есігі құлыптаулы. Көршілер үй сатылып кетті деді. Әжем қайда? Қуаныш бір сәтке тосылып қалды. Әжең жақсы. Қайда? Бір танысының үйінде. Эльмира әкесінің көзіне тіке қарады. Қандай танысының? Қуаныш жауап бере алмады. Сол кезде қонақ бөлмеден Қамшат пен Аман шықты. Эльмира, келдің бе? Иә апа, бірақ біреу маған әжемнің қайда екенін айтсыншы. Үйдің іші тып-тыныш болып кетті. Эльмира бала кезінен әжесіне ерекше жақын өсті. Жазғы демалыстың бәрін Нұргүл әженің қасында өткізетін. Әжесі оған бауырсақ пісіріп, ертегі айтып, шашын өріп беретін. Адамның байлығы ақшасы емес, мейірімі деп жиі айтатын. Эльмира сол сөзді ешқашан ұмытпаған. Бірақ соңғы 2 жыл бойы оқу мен жұмысқа байланысты әжесіне сирек бара бастаған еді. Сол үшін іштей өзін кінәлайтын. Әке, мен сұрап тұрмын, әжем қайда? Қуаныш терең күрсінді. Эльмира, сен араласпай-ақ қой. Неге араласпаймын? Бұл үлкендердің мәселесі.
Әжем де сол үлкендердің бірі емес пе? Қуаныш үндемеді. Эльмира кенет үстел үстіндегі құжаттарды байқап қалды. Қағаздың бетінде пәтер сатып алу шарты деген жазу тұр. Төменгі жағында алғашқы жарна сомасы көрсетілген. Қасында банк түбіртегі жатыр. Эльмира құжатты қолына алды. Әке, мына ақша қайдан келді? Қуаныш құжатты жұлып алды. Саған қатысы жоқ. Әжемнің үйінен түскен ақша ма? Тағы үнсіздік. Эльмираның көзіне жас келді. Әке, шынымен, сендер әжемнің үйін сатып, өздеріңе пәтер алып жатырсыңдар ма? Камшат басын төмен түсірді. Аман көзін тайдырып әкетті. Ал Қуаныш ашуланып, біз де өмір сүріп жатырмыз. Несие, шығын, балалар бар. Сонда әжем ше? Ол бізбен тұра алмайды. Неге? Өйткені Қуаныш сөз таба алмады. Өйткені шын мәнінде оның нақты жауабы жоқ еді. Эльмира көзіне жас алып, мен кішкентай кезінде ауырып қалғанымда әжем 3 күн көз ілмей жанымда отырған. Ал сендер оған бір бөлме қимадыңдар ма? Ешкім жауап бермеді. Әжем барлық ақшасын сендерге сеніп тапсырды ғой. Қуаныш қабағын түйді. Болды, бұл әңгімені доғар. Эльмира көз жасын сүртіп, жоқ, мен әжемді іздеп табамын, қайда болса да табамын. Ол бұрылып, үйден жүгіріп шығып кетті. Осы кезде Айгүлдің үйінде Нұргүл әже ұйықтай алмай жатыр еді. Терезеге қарап ұзақ отырды. Қолында Қайсардың ескі суреті. Қайсар, балаларымыз осындай болады деп ойладың ба? Көзінен тағы да жас ақты. Айгүл жайлап қасына келіп отырды. Апай, ұйықтамадыңыз ба? Ұйқым келмей тұр қызым. Айгүл оның қолын ұстап, енді сіз ешқайда бармайсыз, осы үйде қала беріңіз. Нұргүл басын шайқады. Жоқ қызым, мен сенің отбасына салмақ болғым келмейді. Сіз маған анандай адамсыз. Бәрібір. Жоқ апай, мен сізді ешқайда жібермеймін. Нұргүл алғаш рет өзін қауіпсіз сезінді. Бірақ жүрегі бәрібір балаларын ойлап ауыратын. Қуаныш қазір не істеп жүр екен? Камшат тамақ ішті ме екен? Аман шаршап жүрген жоқ па екен? Айгүл күрсініп қойды. Өзін тастап кеткен балалар үшін әлі де алаңдайтын ананың жүрегі неткен кең еді. Дәл сол сәтте есіктің қоңырауы соғылды. Айгүл есікті ашуға беттеді. Есіктің алдында көзі қызарып жылаған Эльмира тұр еді. Айгүл есікті жайлап ашты. Есіктің алдында тұрған қыздың жүзі аппақ болып кеткен. Көздері ісіп, ұзақ жылағаны бірден байқалады. Сен Эльмирасың ғой? Қыз басын изеді. Иә, әжем осында ма? Айгүл бір сәт үнсіз тұрып қалды. Кір қызым. Эльмира аяқ киімін де шешпестен үйге асыға кірді. Қонақ бөлмеде Нұргүл әже диванда үнсіз отырған. Ол есік жаққа бұрылып қарағанда көзіне сенбей қалды. Эльмира? Әже! Эльмира жүгіріп барып, әжесін құшақтай алды. Екеуі де ештеңе айта алмады, тек үнсіз жылады. Нұргүл немересінің басынан сипап, айналайын, сен қайдан келдің? Әже, кешіріңізші. Неге кешірім сұрайсың қызым? Мен сізге көптен бері келмедім. Сабақ оқып жүрдім ғой? Жоқ әже, бұл сылтау ғана екен. Эльмира еңіреп жіберді. Мен сіздің жалғыз қалғаныңызды байқамадым. Нұргүл де көз жасын тия алмады. Болды қызым, жылама. Әже, мен сізді ешқайда жібермеймін. Жоқ айналайын, сенің де өмірін алды. Менің өмірімде сіз барсыз. Бұл сөзді естігенде Нұргүлдің жүрегі жылып сала берді. Айгүл үнсіз ғана шай дайындап жүрді. Ол бұл көрініске қарап көзіне жас алды. Өйткені дәл осындай мейірімді көптен көрмеген еді. Шай үстінде Эльмира бәрін айтып берді. Әке үйдің ақшасына жаңа пәтер алып жатыр екен. Нұргүл басын төмен салды. Әже, қой қызым. Жоқ, қоймаймын. Олар менің балаларым. Бірақ олар сізді сатып кетті. Нұргүл бірден басын көтерді. Ондай сөз айтпа. Әже, қандай жағдай болса да, олар менің балаларым. Эльмира ауыр күрсінді. Сіз бәрібір оларды қорғайсыз. Ана жүрегі сондай болады екен. Осы кезде Қуаныштың үйінде жағдай ушығып бара жатты. Қуаныш телефонды қайта-қайта теріп жатыр. Эльмира телефонды алмайды. Камшат мазасызданды. Бір нәрсе болып қалмасын. Аман да үнсіз отыр. Біраздан кейін ол, біз анасын тастап кеткен адамдар болып қалдық, деді.
Қуаныш ашуланып: болды дедім ғой. Жоқ, болмады. Не айтқың келіп тұр? Мен кеше аялдамаға қайта бардым. Қуаныш селк ете қалды. Не үшін? Артымнан бір нәрсе тартып тұрғандай болды. Сосын анам жоқ екен. Демек, біреу алып кеткен. Бірақ сол орындыққа қарасам, Аманның дауысы дірілдеп кетті. Анам отырған жердің астында бір бөлке нан мен жарты бөтелке су жатыр екен. Камшат жылап жіберді. Ол күні анамыз аш болған екен ғой. Иә, біз не істедік? Қуаныш үндемеді. Алғаш рет оның да жанын өкініш тырнай бастады. Сол түні Нұргүл әже ұйықтай алмады. Түнгі 3-тер шамасында жайлап орнынан тұрды. Айгүлдің үйін аралап шықты. Балалардың бөлмесіне көз салды. Екі бала алаңсыз ұйықтап жатыр. Нұргүлдің жүзіне жылы күлкі үйірілді. Бақыт деген осы шығар. Ол қайтадан бөлмесіне кіріп, сөмкесінен ескі фотоальбомын алды. Беттерін асықпай аша бастады. Алғашқы суретте Қайсар күлімсіреп тұр. Келесі бетте кішкентай Қуаныш оның иығына мінген. Тағы бір суретте Камшаттың бірінші сыныпқа барған күні. Басқа бетте Аманның мектеп бітіру кеші. Нұргүл әр суретке ұзақ қарап отырды. Сендер сондай жақсы балалар едіңдер. Қалай ғана осындай болып кеттіңдер? Осы кезде фотоальбомның арасынан бүктелген сарғайған бір қағаз жерге түсіп кетті. Нұргүл еңкейіп алып қарады. Бұл Қайсардың өз қолымен жазған хат еді. Ол хатты осыдан 20 жыл бұрын жазғанымен Нұргүл ешқашан ашып оқымаған болатын. Қарт ана дірілдеген қолымен хатты жайлап аша бастады. Хаттың алғашқы сөйлемін оқыған сәтте оның көзі шарасынан шығып кетті. Нұргүл әженің қолы қалтырап кетті. Сарғайып кеткен хаттың алғашқы жолында. Нұргүл, егер бұл хатты оқып отырсаң, демек мен бұл өмірде жоқ шығармын, деген сөздер жазылыпты. Нұргүлдің көзінен жас сорғалап ақты. Ол терең дем алып, хатты әрғай оқи бастады. Нұргүл, мен балаларымызды қатты жақсы көремін. Бірақ бір нәрседен қорқамын. Біз олар үшін өмір сүріп, өзімізді ұмытып барамыз. Ертең олар өз өмірімен кетеді. Сол кезде сен жалғыз қалма. Егер бір күні үйді сататын болсаң, барлық дүниеңді ешкімнің атына жазба. Өзіңнің де қарттығыңды ойла. Бұл балаларымыз жаман болғандықтан емес. Адамды кейде жоқшылық емес, дүние өзгертеді. Мен жоқ болған күні, сенің арқа сүйерің өзің ғана боласың. Сондықтан ешқашан өз үйіңнен, өз несібеңнен айырылма. Нұргүл хатты ары қарай оқи алмады. Көз жасы қағаздың бетіне тамып жатты. Қайсар, сен бәрін сезген екенсің ғой. Ол бетін алақанмен жауып, үнсіз жылады. Өмірінде алғаш рет күйеуінің сол кездегі сөзіне құлақ аспағанына өкінді. Таң ата Айгүл ас үйде таңғы ас дайындап жүрді. Нұргүл әже де оянды. Бірақ бүгін оның жүзі кешегідей емес еді. Қатты жүдеп кеткен. Апай, дұрыс ұйықтай алмадыңыз ба? Нұргүл үнсіз ғана хатты Айгүлге ұсынды. Айгүл асықпай оқып шықты. Ол да көзіне жас алды. Ағай, қандай көреген адам болған? Мен тыңдамадым, қызым. Өзімізді кінәламаңыз. Жоқ, кінәлімін. Қайсар үйді сатпа деді. Мен болса, балаларыма сеніп бәрін бердім. Осы кезде есіктің қоңырауы соғылды. Айгүл барып есікті ашты. Есіктің алдында Аман тұр екен. Көзі қызарып кеткен, бет әлпеті де өзгеріп кеткен. Айгүл, не керек? Анам осында ма? Айгүл біраз үнсіз тұрды. Не үшін іздеп келдім? Көргің келеді. Кеше қайда едің? Аман басын төмен түсірді. Түнәлімін. Енді кеш емес пе? Өтінемін. Айгүл біраз ойланып ішке кірді. Апай, Аман келіпті. Нұргүл орнынан атып тұрды. Аман келді ме? Жүрегі алып ұшып, есікке қарай асықты. Аман анасын көрген бойда тізерлеп отыра кетті. Апа, кешіріңізші. Нұргүл үндеместен баласының басынан сипады. Тұр балам. Жоқ. Аман, мен сіздің көзіңізге қарауға лайық емеспін. Нұргүлдің өзі де жылап тұр. Балам, амансың ба? Аман одан сайын еңіреп жіберді. Апа, сіз әлі менің амандығымды сұрап тұрсыз ба? Сен менің баламсың ғой.
Мен сізге бала бола алмадым. Айгүл мен Эльмира үнсіз ғана қарап тұр. Эльмираның көзіне де жас келді. Аман қалтасынан конверт шығарды. Апа, бұл не? Менде қалған ақша. Не ақшасы? Үй сатылғаннан кейін Қуаныш бөліп берген ақша. Нұргүл конвертті алмады. Маған ақша керек емес, балам. Бірақ маған сендер керек едіңдер. Осы сөзден кейін үйдің ішін ауыр үнсіздік басты. Аман көз жасын тыя алмай қалды. Апа, бізді қалай кешірдіңіз? Нұргүл жай ғана, ана баласын кешірмесе, кім кешіреді деді. Бірақ дәл осы сәтте есіктің сыртынан қатты дауыс естілді. Аман, шық бері. Бұл Қуаныштың дауысы еді. Ол ашулы күйде үйдің алдына келіп тұрған болатын. Ал оның бұл жерге не мақсатпен келгенін ешкім әлі білмейтін еді. Аман, шық дедім саған. Қуаныштың ашулы дауысы бүкіл көшеге естілді. Айгүл терезеден сыртқа қарады. Үйдің алдында Қуаныштың көлігі тұр екен. Ол ашуға булығып, есікті қайта-қайта қағыр жатыр. Аман ауыр күрсінді. Апа, мен шығайын. Нұргүл қолынан ұстап қалды. Ұрыспаңдар, балан. Уайымдамаңыз, Аман сыртқа шықты. Қуаныш оны көрезіре сала айқайлап жіберді. Сен не істеп жүрсің мұнда? Анамды көруге келдім. Алып кетуге ме? Жоқ. Онда неге келдің? Кешірім сұрауға. Қуаныш мысқылдай күлді. Кешірім сұрасаң, бәрі тізеріп кете ме? Жоқ. Онда қой бұл театрыңды. Аман сабырлы үнмен. Театрда біз анамызды тастаған күні бастағанбыз. Қуаныштың жүзі сұрланып кетті. Сен енді мені кінәлі қылмақсың ба? Кінәлі адамды кінәлі демегенде не деймін? Ақшаны сен де алдың. Иә. Онда неге өзіңді жақсы адам қылып көрсетіп тұрсың? Аман басын изеді. Мен де кінәлімін. Бірақ мен қателігімді түсіндім. Ал сен әлі түсінбедің. Үйдің ішінде отырған Нұргүл бәрін естіп отырды. Ол орнынан жайлап тұрды. Айгүл, есікті ашшы. Айгүл, апай, шықпаңызшы. Жоқ, қызым, мен өз балаларыммен өзім сөйлесемін. Нұргүл сыртқа шыққанда Қуаныш үнсіз қалды. Анасын көргенде көзіне тіке қарай алмады. Нұргүл оған баяу жақындады. Қуаныш, апа, балам, неге айқайлап тұрсың? Сен кішкентайыңда найзағайдан қорқатын едің, есіңде ме? Қатты күн күркіресе, жүгіріп келіп мойныма асылатынсың. Қуаныштың көз алдына балалық шағы елестеп кетті. Шынымен де солай еді. Сол кезде мен саған қорықпа, мен қасындамын деп айтатынмын. Қазір де соны айтқым келеді. Апа, балам, сен не істесең де мен сенің анаңмын. Бірақ Нұргүлдің дауысы дірілдеп кетті. Мені неге тастап кеттім? Қуаныштың иегі кемсеңдеп кетті. Апа, мен сендерге ауырлық болдым ба? Жоқ. Сонда неге? Қуаныш үнсіз қалды. Бұл сұраққа оның жауабы жоқ еді. Бірнеше минуттан кейін ғана сыбырлап, ақша керек болды, деді. Нұргүл ауыр күрсінді. Ақша? Иә. Балам, ақша табылар, үйде табылар. Бірақ анаң екінші рет табылмайды ғой. Осы сөз Қуаныштың жүрегіне қанжардай қадалды. Ол басын ұстап еңкейіп кетті. Апа, кешіріңізші. Мен сені баяғыда-ақ кешіргенмін. Бірақ мен өзіндерев кешір алмаймын. Сол сәтте Камшат та көліктен түсіп келді. Ол анасын көре сала жылап жіберді. Анашым! Жүгіріп келіп анасының қолын құшақтады. Кешіріңізші. Қызым, мен сізге хабарласпадым. Білемін. Бірақ күнде ойладым. Неге келмедің? Камшат үнсіз жылады. Қуанышқа қарсы шығуға қорықтым. Нұргүл қызын бауырына қысты. Қорыққан екенсің. Иә. Бірақ анаңыз одан сақын қорықты. Жалғыз қалудан қорықты. Осы кезде Айгүл аулаға шығып, бәріңіз үйге кіріңіздер. Көшеде тұрып мәселе шешілмейді. Барлығы үнсіз ішке кірді. Дастархан басына алғаш рет түгел жиналды. Айгүл сөзін аяқтай алмады. Үнсіз жылады. Сол күні апай таңертеңнен кешке дейін аш отырды. Қалтасында бар болғаны 500 теңге болды. Бірақ ол сол ақшаны да жұмсамады. Неге? Эльмира әжесіне қарады. Нұргүл баяу жауап берді. Егер Қуаныш келіп қалса, автобусқа ақшам болмай қалар деп қорықтым. Осы сөзді естігенде Қуаныш еңіреп жіберді.
Ол анасының аяғына тізерлей құлады. Апа, мені кешіріңіз, мен адамдық қасиетімді жоғалтып алдым. Балам, мен ақшаға алданып қалдым. Әкемнің аруағының алдында да кінәлімін. Нұргүл оның басынан сипады. Қайсар тірі болғанда, дәл осылай жылағаныңды көргісі келмес еді. Мен бәрін түзетемін, тек бір нәрсені ұмытпа. Не нәрсені, апа? Адам дүниені жоғалтса, қайта табады. Бірақ ата-ананың батасын жоғалтса, оны қайтарып алу өте қиын. Бірнеше күн өтті. Қуаныш пен Аман банктегі есептерін қарап, анасының ақшасын қалай қайтарудың жолын іздей бастады. Камшат күн сайын Айгүлдің үйіне келіп, анасының жанында болатын болды. Эльмира болса, әжесін бір сәтке де жалғыз қалдырмайтын. Бір күні түстен кейін есік қағылды. Айгүл барып ашты. Есіктің алдында қолында папкасы бар костюм киген екі ер адамдыр екен. Сәлеметсіз бе? Біз Нұргүл Қайсар қызын іздеп келдік. Иә, осы үйде. Бізде ол кісіге қатысты өте маңызды құжат бар. Нұргүл әже сыртқа шықты. Менмін. Ер адамдардың бірі папканы ашып, сізді ұзақ уақыттан бері іздеп жүрміз. Бұл құжат сіздің марқұм жолдасыңыз Қайсардың бірнеше жыл бұрын рәсімдеп кеткен мүлкіне қатысты. Осы сөзді естігенде бәрі аң-таң болып бір-біріне қарады. Қандай мүлік? Нұргүл әже таңырқай сұрады. Қолындағы папканы ұстаған ер адам өзін таныстырды. Мен нотариус кеңсесінің қызметкерімін. Жолдасыңыз Қайсар аға осыдан 12 жыл бұрын біздің кеңсеге келген. Қайсар? Иә, бірақ ол маған ештеңе айтқан жоқ қой. Айтпауды өзі өтінген. Үйдің іші тып-тыныш болып қалды. Қуаныш, Камшат, Аман, Эльмира, Айгүл бәрі демін ішіне тартып тыңдап отыр. Нотариус папкадан сарғайған құжатты шығарды. Қайсар аға бір ғана өтініш қалдырған екен. Қандай өтініш? Егер өзі өмірден өтіп, арада көп жыл өткен соң, жұбайы қиын жағдайға тап болса ғана, осы құжатты тапсыруымызды өтінген. Нұргүлдің жүрегі шымырлап кетті. Ол мені бәрінен бұрын ойлаған екен ғой. Нотариус құжатты жайлап оқи бастады. Мен Қайсар, ақыл есі дұрыс күйде осы өтінішті өз еркіммен жазып отырмын. Егер бір күні Нұргүл жалғыз қалып, қиындық көрсе, мына құжатты соған табыстаңыздар. Нұргүлдің көзінен жас тамшылай бастады. Нұргүл, егер осы хатты оқып отырсаң, демек менің уайымым бекер болмаған екен. Бірақ жылама, сен еш қашан жалғыз емессің. Қуаныш басын төмен түсірді. Камшат бетін жауып жылап отыр. Аман көзін сүртті. Нотариус сөзін жалғастырды. Қайсар аға қала шетіндегі шағын жер телімін сатып алған екен. Жер телімі? Иә, біз мүлде білмекпіз. Ол жердің құжаттары тек Нұргүл апайдың атына рәсімделген. Нұргүл аң-таң болып қалды. Менің атыма? Иә, бірақ неге? Қайсар аға былай деп жазып кетіпті. Бұл жерді ешқашан балалардың атына аударма. Қартайғанда өзіңе сүйеніш болсын. Егер балаларым сені шын жақсы көрсе, олар бұл жер үшін емес, өзің үшін келеді. Үй ішін тағы да үнсіздік басты. Бұл сөздер Қуаныштың жүрегіне ауыр тиді. Нотариус құжаттарды Нұргүлдің қолына ұстатты. Қазіргі бағамен бұл жердің құны өте жоғары. Қуаныш басын көтеріп қарады. Бірақ сол сәтте Нұргүл оның жүзіне емес, Қайсардың суретіне қарап тұрғандай сезілді. Қайсар, сен бәрін алдын ала біліпсің ғой. Нотариус кеткен соң ешкім ұзақ уақыт сөйлемеді. Сосын Қуаныш орнынан тұрып, апа, иә балам, маған ол жердің керегі жоқ. Нұргүл үндемеді. Ақшасы да керек емес. Мен тек сіздің кешіріміңізді қалаймын. Нұргүл жай ғана, мен сені әлде қашан кешірдім. Бірақ өзімді кешіре алмаймын. Онда енді өміріммен дәлелде. Қалай? Маған емес, өз балаларына жақсы әке бол. Сонда ғана менің көрген азабым қайталанбайды. Қуаныш анасының қолын сүйді. Камшат та сөз бастады. Анашым, иә, мен аптасына бір рет емес, күнде келемін. Қызым, сізден айырылып қала жаздаған соң ғана ана дегеннің қадірін түсіндім. Нұргүл қызым құшағына басты. Аман үнсіз ғана. Апа, айта ғой. Егер рұқсат етсеңіз, мен сізді күнде дәрігерге, саябаққа, қайда айтсаңыз да апарып тұрам. Нұргүл күлімсіреді. Жарайды балам. Осы кезде Эльмира орнынан тұрды.
Әже? Иә, айналайын. Мен сізге бір уәде беремін. Қандай? Ертең меніңге балаларым болады. Сол кезде оларды ең алдымен сіз үйреткенде етік тәрбиелеймін. Үлкенді сыйлауды, ата-ананы қадірлеуді, мейірімді болуды. Нұргүлдің көзінен тағы да жас ақты. Бұл жолғы жас қуаныштың жасы еді. Сол күні кешкен Нұргүл әже аулаға шықты. Күн ұясына батып бара жатыр. Ол көкке қарап жай ғана сыбырлады. Қайсар, балаларымыз кеш болса да қателіктерін түсінді. Сенің арманың орындалған сияқты. Жел баяу ғана есіп өтті. Нұргүлге бұл жел Қайсардың жылы алақанындай сезілді. Ол көзін жұмып, терең тыныс алды. Жүрегі бұрынғыдай ауыр емес еді. Өйткені ол бүгін бір нәрсені анық түсінді. Адамды байтатын дүние емес. Адамды байтатын кешірім, мейірім және отбасының бірлігі. Арада 6 ай өтті. Нұргүл әже әлі де Айгүлдің үйінде тұрып жатты. Айгүл қанша рет, апай, бұл үй өз үйіміздей, ешқайда кетпеңіз десе де, Нұргүл ұзақ ойланды. Бір күні барлық балаларын шақырды. Қуаныш, Камшат, Аман, Эльмира және Айгүл бір дастархан басына жиналды. Бұл жолы дастарханның үстінде тек ас қана емес, жүректердегі өкөніш пен үміт те қатар тұрғандай еді. Нұргүл бәріне қарап үнсіз отырды. Сәлден кейін ғана сөз бастады. Балаларым, барлығы бірден құлақ түрді. Мен сендерге ренжіп жүрген жоқпын. Қуаныш көзін төмен түсірді. Бірақ бір нәрсені түсіндім. Нені апа? Ата-ана баласына дүние қалдырмауы мүмкін. Бірақ жақсы тәрбие қалдыруға міндетті. Ал мен бір жерден қателестім. Камштат жылап жіберді. Жоқ, анашым. Жоқ, қызым. Мен сендерді қиындық көрмесін деп тым аядым. Барлық мәселені өзім шештім. Сендерге жоқшылықтың не екенін сездірмедім. Сондықтан қолдағы бардың қадірін де, ата-ананың қадірін де кеш түсіндімдер. Үйдің іші үнсіз қалды. Қуаныш орнынан тұрып, анасының алдына келді. Апа, иә балам, мен жаңа пәтерді сатуға шешім қабылдадым. Барлығы таңырқап барады. Неге? Ол үйде тұруға арым жібермейді. Себебі оның әр кірпіші сіздің көз жасыңызбен тұрғызылғандай сезіледі. Мен анамның ақшасымен бақытты өмір сүре алмаймын. Нұргүл үнсіз ғана тыңдап отырды. Сол ақшаға ең алдымен сіздің атыңызға шағын үй алып берем. Қалғанын өзім еңбектеніп табам. Нұргүл басын шайқады. Маған үлкен үйдің керегі жоқ балам. Онда дене борек. Сендердің бірлігің керек. Көп замай Қуаныш пен Аман Нұргүл әжеге шағын, жарық, бақшасы бар үй сатып алып берді. Үйдің кілтін бергенде Қоштың көзіне тағы жас келді. Апа, бұл үйдің құжаты кек өз атыңызда болады. Ешқашан ешкімге бермеңіз. Нұргүл күлімсіреп, бұл Қайсардың да аманат еді, деді. Сол күннен бастап балалардың өмірі өзгерді. Қуаныш әр кеш сайын анасының халін сұрамай ұйықтамайтын болды. Камшат әр демалыс сайын келіп, үйін жинап бірге ас дайындайтын. Аман анасын дәрігерге апарып, саябақта бірге серуендейтін. Эльмира университеттен кейін бірден әжесінің үйіне келіп, әже, бүгін не пісіреміз? деп еркелейтін. Ал Айгүл бұрынғыдай көрші емес, туған қызындай болып кетті. Нұргүл де оны қызым деп еркелететін. Бір күні Нұргүл әже бәрін шайға шақырды. Немерелері аулада асыр салып ойнап жүр. Үйдің іші күлкіге толы. Нұргүл терезеден сыртқа қарап тұрып, Қайсар, армандаған отбасым бүгін ғана жиналған сияқты, деп күлімсіреді. Осы сәтте Эльмира әжесінің қасына келді. Әже, иә, айналайын. Сол күні аялдамада ең соңғы рет не ойладыңыз? Нұргүл сәл ойланып қалды. Сосын жай ғана жауап берді. Мен өзінде емес, балаларымды ойладым. Тамақ іштім екен, ауырмаса екен, деп тіледім. Эльмира көз жасын сыртып, ананың жүрегі ешқашан өзгермейді екен. Иә, қызым, ана жүрегі ренжісе де қарғай алмайды. Жыласа да тілегі баласына болады. Сол күннен кейін Нұргүл әже тағы 10 жыл ғұмыр кешті. Сол 10 жыл ішінде бірде-бір мереке балаларынсыз өткен жоқ. Қуаныш анасының әр туған күнін ерекше атап өтетін болды.
Камшат анасының сүйікті тағамдарын әзірлейтін. Аман әр демалыста бірге уақыт өткізетін. Эльмира тұрмысқа шыққанда, мені өмірге әкелген әкем болса, адам болуды үйреткен әжем, деп барша жұрттың алдында Нұргүлдің қолынан сүйді. Айгүл де Нұргүлді туған анасындай өмірінің соңына дейін құрметтеп өтті. 80 жасқа толған көктемде Нұргүл әже немере шөберелерінің ортасында жүзінде күлкісімен, жүрегінде еш өкінішсіз бұл өмірмен қоштасты. Оның артында зәулім сарайда, мол байлықта қалған жоқ. Бірақ ең үлкен мұрасы қалды. Ол балаларының түзелген жүрегі, отбасының қайта табысуы және мейірімнің жеңісі еді. Егер бұл оқиға жүрегіңізге әсер етсе, ата-анаңыздың қадірін олар жаныңызда жүргенде біліңіз. Бір қоңырау шалып, халін сұрау олар үшін ең үлкен бақыт болуы мүмкін.